Сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Мынандай әдемі бәйшешек жасаймыз. Көктемнің шығатын белгісі, алғашқы белгісі. Ал кетік бастаймыз. Осындай қылып алдымен жасап аламыз. Алдымен бутылка, бос бутылка, пластмасс және қалған құтқан гүлдердің, пластмасс гүлдердің сабақтары қажет болады. Бәйшешек гүліміздің ортасында кішкене түйіршіктері, осы дайынды заказ беріп, тапсырыс беріп алдырттым. Және де дайын сабақты істейтін лента, өлшегіш, қайшы үлкені кішкене және кемпірауыз бен ыстық клей қажет болады. Одан да тағы да қажет құрал жабдықтарды ортасына қосуым мүмкін. Алдымен осы айранның ыдысына, бос ыдысына, өзіміздің жергілікті шығып атқан айранымыздың ыдысы кәдімгі ашық түсті емес, кәдімгі аппақ түсті бәйшешектің түсінде ақ қылатын боламыз. Сондықтан осындай ақ түсті баклажканы алдық. Енді осыны кесіп алдық. Енді осының ортасынан кейін жайлап сыртында қағазын алып тастайтын боламыз. Ортасынан қақ бөліп және астыңғы жағын айландырып қырып тастаймыз. Енді осы қырқан жерді кәдімгідей түзіліп қырқалатын боламыз, түзу қып қырқатын боламыз. Бәйшешегіміздің гүлдері түзу әдемі болу үшін өлшегішпен өлшеп аламыз. Ені 3, ұзындығы 6 сантиметр қыламыз. Барлық бәйшешектің гүлдерін, жапырақтарын артқа қарай қолымызбен қайырып аламыз және үстіп кесіп шығамыз. Дәл осындай өлшеммен қырқып шығатын боламыз. Көктемде неше түрлі осы алғашқы көктемгі осы бәйшешектің шыққанынан байқайтын боламыз. Өздеріңіз білесіздер, бәйшешек шықса кәдімгі көктемнің белгісі деп аталады. Өзіміз баяғыдан білеміз осыны. Осы бәйшешекті жасайтыныз. Мінекей осы гүлдердің кәдімгі жапырақтары. Енді осы гүліміздің кішкене қағаздарын алып тастаймыз, артық қағаздарын. Және гүлдің фасонын шығарамыз. Алдымен қиып аламыз, осыған қарап, бәрін үстіп қырқып шығатын боламыз. Бізге осындайдан 7-8 данасы қажет болады, үстіп қырқып шығамыз. Мінекей дайын. Енді осыларды бүктеп, кәдімгі бәйшешектің түріндей қылып шығаратын боламыз. Қолымызбен бүктеп, жаңағы тұратын жерін қайырамыз артқа қарай. Мінекей дайын болды бәйшешектің гүлдерінің жапырақтары. Мінекей дайын. Енді біз осыларды қалған құтқан, осы гүлдердің сабағынан қаған жаңағы таяқшаларды қолданатын боламыз. Осы таяқшаларды кемпірауызбен кесіп аламыз. Мінекей ортасына кесіп алдық. Және бас жағынан екі кеуден шығып тұратын болады гүлі. Сонда бізде дәл 7 дана гүл шығатын болады. Енді бастарына қайыру үшін кішкене кесіп аламыз. Мінекей кесіп орталарына тақып қойдық. Енді біз осы бәйшешектің ортасындағы түйіршік, ұрық дейді ғой, гүлдерінің ортасындағы түйіршіктерін жасайтын боламыз. Дайын түйіршіктерді тапсырыс беріп алдырып алдым. Енді осының 7-8 данасын алып, бір-біріне біріктіріп,
ортасын байлаймыз. Түйіндеп байлап қоямыз. Сонда ол бір жақ емес, екі жағын бір-біріне біріктіреміз. Сонда біздің түйініміз кішкене көбірек болып көрінетін болады. Бізге бұндайдан 4 дана қажет болады. Бірінші данасын көрсетіп жатырмын. Мінекей, 4-еуін дайындап қойдық. Енді осы таяқшалардың 4-еуіне осы гүлдің ортасындағы сарыларын ыстық келемен жабыстырып қоятын боламыз. Мұқият қарап отырыңыздар, өте оңай. Үйренем деген адамға өте, енді алғашында әрине қиын болады. Кейін өздеріңіздің ойларыңыз, қолдарыңыз үйренсе, өте оңай. Қазіргі заманда негізі бәрі дайын, керек емес заттарды осы кішкене іске асырсаңыздар өте тамаша болады. Жерде жатып, негізі жаңағы қоқысқа тастағанша осындай әдемі дүние жасасаңыздар болады. Енді осы гүлдерімізді бір-біріне ыстық келемен жабыстыратын боламыз. Мінекей қараңыздар қандай. Түптеріне тағы да ыстық келейді өзімізге кішкене сенімсіз болсаңыздар, түптеріне ыстық келейді жабыстырыңыздар. Сонда нық тұратын болады. Енді осыны кәдімгі арнайы лента бар, осымен айландырып шығамыз. Ұнап жатса тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, әрине дәретке жаза кетіңіздер. Сұраққа жауап беруге тырысамын. Дәлме-дәл осындай кәдімгі неше түрлі баклажкілер бар. Дайын баклажкілер түрлері жасыл, көк, қызыл, сары өздеріңіз білесіздер. Осы көктемде тек қана енді алғашқы қар ерігендегі осы бәйшешектің шығатын белгісі, өздеріңіз білесіздер. Содан кейін осы мамыр айында кәдімгі қызғалтақтар пайда болады ғой. Қызғалтақтар, сарғалтақ, қызғалтақ және осындай ақшыл, сыртында кішкене сарғылт, метис қызғалтақтар да бар. Соны да кішкене баклажкілерден жасасаңыздар болады. Мінекей осыны кішкене шет-шетіне тығып қоямыз. Мұқият қарап отырыңыздар. Өздеріңіз білесіздер, мен негізі бәйшешекті кәдімгі кейбір бәйшешектер тау етегінде, болмаса жолдың етегінде, жаңа аяқ баспайтын жерлерде өседі. Бұл негізі аяқ баспайтын жерлерде өскеннен кейін бұлар кәдімгі жаңа бойлары ұзын бәйшешектерде бар. Көбінесе осы таудың етектерінде кішкене ғана болады, бір саусақтай болады. Саусақтың жартысынан ақ өсетін болады. Әрине тек қана бұл жерде пластмас жаңа ыдыстардан емес, кәдімгі қалған құтқан пластмас гүлдердің сабақтарынан, кәдімгі кейбіреулер мысалы пластмас гүлді дайын дүкеннен сатып алып, ол гүлдерін пайдаланады да, ортасындағы сабақтарын жаңағы жарамсыз қылып тастауы мүмкін. Сондықтан осы кішкене іске асыруға болады. Және осының ортасында, аяқ жағында біз осы жаңағы гүлдерімізді орналастыратын жердің шетіне кәдімгі орысшасын айтқанда синельный проволока дейді. Соны да қолданатын боламыз. Жаңағы аяқ жағында өте тамаша дүние. Әртүрлі гүлдерді майыстырып істей беруге де болады. Оны да осы видеода қолданатын боламыз. Мінекей біздің гүліміз дайын болды. Қараңыздар. Енді осы жаңағы гүлдерге қосса, әрине 7 дана шығып тұр. Қараңыздар. 8-шісі кішкене енді ашылайын деп келе жатқан гүлі. Енді осыларға кішкене шет-шетіне жапырақ жасайтын боламыз. Кәдімгі бәйшешектің жапырағы. Өте жалпақ емес, кәдімгі. Қараңыздар.
проволока бар синельный проволоканы қолданатын боламыз. Өте тамаша дүние. Әрине осы тесіктерді арнайы дайындап қойдық. Осы тесіктерге орналастыратын боламыз. Алдымен қалған құтқан гүлдердің сабақтарын қолданамыз. Осы проволоканың ортасын бүктеп, ортасына жаңағы пластмас таяқшаны ортасына жіберетін боламыз. Екі шетіне кәдімгідей ыстық кілеммен кілелеп шығамыз. Мінекей, екі шетіне кілелейміз. Әрине қолдарыңызды абайлаңыздар, өте ыстықтау, ыстық кілей. Сондықтан мұқият өздеріңізге қарап кілелесеңіздер болады. Асықпай, жаймен жасасаңыздар, қолдарыңыз күймейді. Мінекей үсті екі шетін жабыстырып шығамыз. Бізге осындайдан бір 4 данадай қажет болады. Жапырақтарымыз дайын болды. Енді біз осы кішкене ағаштың үстіне 4 дөңгелек тестік дайындап, енді осыны кілеймен отырғызатын боламыз, жабыстырамыз. Кейбір гүлдердің орталарына кішкене екеуден кішкене жабыстырамыз. Кәдімгі ағаш дөңгелек, қалған құтқан заттардан қалған ағашты іске асырып жатырмыз. Енді осыларды кілелеп шығамыз. Әрине өздеріңіз білесіздер, бұндай қылып теспесеңіздер де болады. Кәдімгі неше түрлі пластмастар бар. Кәдімгі қаймақтың, майдың, шоколадтың, солардың ыдыстарына ішіне кішкене гипс салып қатырып қойсаңыздар да болады. Өте әдемі көрінеді. Енді менің үйде бар нәрсені қолдануға тура келіп тұр. Енді екі шетін біз әрлейтін боламыз. Мұқият қарап отырыңыздар. Бұл жол тағы да синельный проволоканы қолданатын боламыз. Әрине бір тегіс қылып тағы да ыстық кілейді өзімізге сенімді болу үшін кішкене жабыстырып шығамыз. Енді қырқып дайындап қойған жаңағы проволокамызды айландырып ыстық кілеммен жабыстыратын боламыз. Мінекей біздің бәйшешек гүлдеріміз дайын болды. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Көргендеріңізге рахмет.